жеті атасын білмеу қоғам үшін қауіпті ма? Әрине. Қай жағынан? Қоғам үшін, басқа қоғамдар білмеймін, қазақ үшін қауіпті. Қазақ үшін қауіпті. Жеті атасын білмеу деген ол өзіңнің қайдан келгеніңді түсінбеу. Өзіңнің ата-бабаңның істеген істерін бағаламау. Қаншама жер бар. Бұл әр осы шаршы метрде біздің ата-бабамыздың қанын тамған бұл жерде. Ашық аспан астында, аттың үстінде, жалпы аттың үстінде сұхбат беріп көрген бе едіңіз бұған дейін? Жоқ, бөлек бір сұхбат болайын деп жатқан сияқты. Қалай әсеріңіз? Керемет. Аттың үстінде әсер деген ол әрдайым керемет. Жылқының ер жігіттің жігіт болып қалыптасуына рөлі қаншалықты зор деп ойлайсыз өзіңіз? Енді оны қарасаңшы, аттың үстінде отырған жігіттің, жаяу жүрген жігіттің, дәл сол жігітті алайық, ол жаяу жүрген адам, және де аттың үстіне отырғызып қойшы, ол екі бөлек адам сияқты көрінеді. Оның себебі неде? Себебі ол осы аттың үстіне мінген кезде аттың мінезін өзіңе сіңдіріп аласың. Неліктен біздің батырларымыз сондай мықты болған? Ол әлбетте өздерінің де мінездері мықты болған. Бірақ айғырлар да мықты болған ғой. Айғырлар да аңыз болып кеткен. Сол айғырлардың мінезін өздерінің бойына сіңдіріп алып, қаншалықты батыл болған. Айғыр деп жатырсыз ғой, айғыр дегеннен шығады. Жалпы кез келген үйірдің өзінің бастаушысы, қорғаушысы айғыр болады. Олар үйіріне басқа жақтан айғыр кіргізбейді, және өзі басқа үйірге шаппайды, және кетіп те қалмайды. Ал қазіргі таңда егерде жаңа үйірді отбасы деп алатын болсақ, ер азамат отбасының иесі, қорғаушысы, біз айғыр сияқты қазіргі таңда мінез таныта жүрміз ба? Әділ, енді менің көзқарасым бөлек бұл жерде. Айтпайын саған. Осы ер азамат отбасының егесі дейміз ғой. Бірақ қазақта қашаннан бері отбасы деген әйел мен күйеу мен балалар. Олай емес қой. Сенің нағашы жұртың бар, өз жұртың бар, ата енең бар, әке шешең бар. Біздің қазақтың отбасы деген осында үлкен отбасы. Бауырларың бар, балдыздарың бар. Осы үлкен отбасыны қарастыру керек та, себебі бұл менің ойымша орыстардан келген зат ол. Мен, әйелім, балдарым, осы менің отбасым дейді. Оқшауланып. Иә, оқшауланып қалған. Ол сондықтан да енді қарасаңшы, үйірге қара. Үйірде дәл сондай сияқты. Үйірдің басшысы кім? Сен айғыр деп жатсың. Мен бұнымен келіспеймін. Себебі үйірдің басшысы, үйірде жетектеп баратын, артынан еретін ол ең үлкен биесі. Бізде қалай? Мысалға, тойға кім жинайды, маслихат кім өткізеді, китті кім таңдайды. Ол біздің ең үлкен әжелеріміз ғой. Аталарымыз жүреді басқарып, қорғап, басқа біреуге не қылмайтындай, біреу тиіспейтіндей, сондай қалады. Бірақ басында жүретін, басқарып жүретін ол біздің әжелеріміз. Сондықтан да бізде әрине де енді еркектің рөлі бөлек. Ол қорғаушы, ол бұрыннан бері сол табыстың көзін табатын, үйге тамақ азық-түлікпен қамтитын, соның рөлі бөлек. Дәл айғыр сияқты жақтайтын, басқа айғырлар жақтатпайтын. Бірақ үйдің басшысы әрдайым ол осы үлкен кісі, үлкен әжелеріміз. Аналарымыз. Аналарымыз, иә. Сондықтан да бізде патриархат деген кезде, мен айтамын да, бізде патриархат емес, бізде жасырынды матриархат деймін. Оны ешкім білмейді. Сондықтан да дәл, және де менің ойымша біз өзіміз, ата-бабаларымыз осы құрылымды үйірлерге қарап жасаған. Түсінесіз? Себебі, мысалға, үйірдің ішінде бие қай жерге барады, қай жерде шөп жейді, дәл соның артынан бәрі ереді. Айғыр деген бұлай сыртынан жүріп қорғайды. Ол таңдамайды баратын жерді, жейтін шөпті таңдамайды. Бірақ үйірін тастамайды ғой айғыр. Жоқ, үйірін тастамайды. Қалың қар жауған кезде мама бие сол қалың қарды аршып, шөптің басын жеп, артында келе жатқан әлсіз тай құлындарға жейсін деп, қорек болсын деп тастап кетеді. Қамқорлық қой. Иә. Қамқорлық. Енді осы нәрсе сізге не нәрсені есіңізге түсіреді? Енді әрине де өз шешемді, өз әжемді, қалай бізді жас кезімізде былай беліне байлап алып,
өз тірліктерін жасайды, бірақ әрдайым бізге сосын енді қайтадан айтқым келеді, біздің отбасымыз деген мен және менің балдарым емес қой, ол бүкіл үйдегі отқан топырлап отқан балдарға бәріне тамақ жасау, ол деген бір кішкентай той ғой. Әрдайым мысалы дұрыс жақсы бір сондай татуласып қалыптастырған бір отбасын алсақ, әрдайым бір топырлаған балдар, қайнағасының балдары, қайнысының балдары, құданың балдары бәрі топырлап жүреді. Соған бәріне тамақ беру, оларға қарау, тәрбие беру, дұрыс өсиет айту деген, ол әрдайым сол шешелеріміздің, әжелеріміздің сондай бір өзінің тәрбиелеу тәсілінің бір түрі еді ғой. Сондықтан да осылай қамқоршылық, жаңағы айтып кеткенде, жаңа өзіңіз айтқан сөзіңе оралсақ, бұл қамқоршылық, өз балаң үшін барын беретін, жаңағы айтып кеттім ғой, ол өзі жаңағы тебінеп, дұрыс өзі жемей, әрі қаратай өтеді де балдарына қалдырып кетеді. Соны айту керек. Бұл жайдан жай қалдырып, балдарына қалдыру емес, өзі жемей қалдырып кетеді, алдына өзіме табатын шығармын деп. Себебі ең бастысы сол ұрпақ қалған артына келе жатқан тұяқтары. Сол енді біздің қазақтың анасының көрсеткіші болмаса, бұл не? Қазіргі таңда парламент мәжілісінің депутатысыз. Ұлттық идеологиямыздың ары қарай даму үшін біз қандай инструменттер, құралдар қолдануымыз қажет? Жақсы сұрақ. Ұлттық идеология деген. Менің ойымша бұл жерде ештеңе ойлап табу қажеті жоқ. Ата-бабаларымыз біз үшін бұрыннан бері осыны шығарып өзі бойларымызға сіңдірген мәдениетіміз бар, ұлттық спортымыз бар, мақал-мәтелдеріміз бар. Сол мақал-мәтелдерді дұрыс талдап, дұрыс түсінудің өзі, ол қаншама, былай қарасаң, ұлттық құндылығымызды арттыратын затты. Мысалға, қазір жігіттермен әңгімелесіп жүресің, руың не десең, жастармен водолей деп тұратын қанша жігіттер бар. Сонда жеті атасын білмейтін бала жетесіз дейді ғой. Соны осындай мақал-мәтелдер қанша бізде. Жеті атасын білмеу қоғам үшін қауіпті ма? Әрине. Қай жағынан? Қоғам үшін, басқа қоғамдарды білмеймін, қазақ үшін қауіпті ол. Қазағым үшін қауіпті. Жеті атасын білмеу деген ол өзіңнің қайдан келгеніңді түсінбеу. Өзіңнің ата-бабаңның істеген істерін бағаламау. Жерлерімізді қараңызшы. Қаншама жер бар. Бұл әр осы шаршы метрде біздің ата-бабамыздың қаны тамған бұл жерде. Себебі ол әр жер үшін бізде осы жерде соғысқан, өлген осы жерде. Өзі жеті атаңды білмейтін болсаң, онда мынаның барлығы саған дым керек емес. Сен тикток қарап, кофе ішіп, ертең басқа елге көшіп кететін азамат сияқты боласың. Сен бұл осы жерге тамырың неде? Ата-бабаларыңда емес пе? Мысалға, мен өзімді айтып кетсем, мен өзімнің 17 атамды білемін. 17, анау 1480 жылдан бастап менің қожам Сүгір деген атам Жаңақорғанда жатыр. Оның баласы Есабыз, менен 16-шы ол Шиелі ауданында Қызылордада жатыр. 17 атаңыздың қорымын білесіз? Иә, әрине. Сонда мен енді бұл қанша 500 жылдай өзімнің ата-бабамның не істегені, кім екенін, қандай іс жасағанын, кім оның ұстазы болғанын, ол кімнің ұстазы болғанын, шәкірттерін бәрін білемін, әрине. Бұл деген енді білмеймін, әр қазағымыз үшін ол міндет деп айтуға да болады. Өте маңызды дүние. Сізге не нәрсе қанат бітіреді? Қанат бітіру деген ол екі түрлі ғой. Мысалы, кейбір адамдарға отанға деген махаббаты, отбасына деген махаббаты, жұмысқа деген махаббаты шабыт береді, қанат бітіреді. Сол мағынада. Не шабыттанады деп айтып жатсың. Неден шабыттанасыз деп жатсың ғой. Неден шабыттанасыз, және де сізге мысалы ер қанаты ат дейді. Ат, ер адам атқа мінсе жаңа арқасы қозып шабыттанып, оған былай қанат біткендей болады. Сол сияқты сізге не нәрсе қанат бітіреді? Не нәрсе? Әрине де енді былай ойланайын. Жақсы сұрақ. Туған жерім. Туған жеріме барған кезде
жүрегім елжіреп кетеді. Мақсатым анық болып қалады да. Осындай қазақтың даласы. Мен жаңа айтып кеттім ғой. Мен енді алматылық болмағандықтан, шымкенттік болмағандықтан олар. Мен таудың етегінде өспеген адам болғандықтан мен үшін мына дала. Осындай жазық дала мен үшін жүрегімді елжірететін, жылытатын зат. Сондықтан да енді алқаптарды аралап жүрген кезде далада уақыт көп өткіземін ғой. Сол біздің осындай жазық даланы көрген кезде ата-бабамыздың қалған жауапкершілік, солардың алдындағы жауапкершілік, алдымыздағы ұрпақтарымыздың алдындағы жауапкершілік, осы мені жібермейтін, шын айтайын. Себебі кейбіреулері былай дейді ғой, мені шабыттанатын зат қазақтың әндері, аты бар дейді, жылқысы бар. Бірақ мені алдыға тартатын жауапкершілік. Көмермін қайғыны мынау, өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сай гүлігім ау. Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасарұлымен. Сіздің балалық шағыңызға оралатын болсақ, бала Айдарбектің арманы қандай еді? Бала Айдарбектің арманы мен мұғалім болғым келді. Енді шешем мұғалім, әкем мұғалім болып жұмыс істеген. Математика пәнінен сабақ беремін деп армандап жүрген. Сосын енді әрі қарата есейе жүре. Математика, қаржы маманына айналдым. Сосын сол қаржыландыру маманына қазір сол экономист, финансист болып бітірдім. Енді мен сіздің бір сұхбатыңызды тыңдадым. Қандай да бір іс болмасын, соны бір өзінің деңгейіне жеткізіп орындаған жақсы көреді екенсіз. Мен сондай адаммын да, неліктен мен әр істі сол майын шығармағанша дейін қоймаймын. Себебі мен өзіме талабым өте жоғары. Әрдайым өзімнің істеген ісіме қанағаттанбаймын. Сондықтан да ол бір жақтан психологиялық тұрғыда мүмкін мен үшін үлкен енді жүк шығар. Бірақ жетістікке келген кезде әрдайым енді алдыға талпынасың, бір білім іздейсің, бір нәтижелікті арттырғың келеді. Сондықтан да осының барлығы былай жалпы қараған кезде әрине де жақсы бір мақсаттарыма жетуге мүмкіндік береді, әрине. Әке көрген Оғжанар дейді. Әкеңіз сізді қалай тәрбиеледі және қандай қылып өсірді? Есімде бар, 3-4 жасармын әкем. Жылқының үстіне отыр, менің өзінің алдына отыра салып, солай бірінші рет өмірімде жылқының үстіне отырғанмын. Сонда әкемнің бір сөзі бар. Бидай дақылды болса, иіліп тұрады. Адам баласы ақылды болса, ол да иіліп тұрады, қызмет жасайды. Кішіпейіл болады. Бидайдың басы бос болса, дақылсыз болса, шошайып тік тұрады. Адам баласы дәл солай. Ақылсыз болса, оны тәкаппарланып тұрады. Енді әкемнің тұңғышы болғаннан кейін, ата әжемнің қолында өскен. Атамның, әжемнің де көп сондай сөздері бар. Әжем былай дейтін тұғын. Менің қарындасым бар, сол қарындасым екеуміз бір әжемнің қолында тұрғанбыз. Төбелесеміз, анау, енді баламыз ғой, 5-6 жасар. Сонда әжем отырғызып алып айтады: балам, ер кісі бағын қаштыртам десе, әйел кісіге қол көтереді. Сондықтан да бағың қашпасын десем, ешқашан әйел кісіге қол көтермейді. Себебі сенен бәрі
ертең теріс қарайды саған. Бәрі деген кезде адам туралы айтылмайды бұл мәселе. Сіз өз ұлдарыңызды қалай тәрбиелейсіз? Және тәрбиеудің өзінің бір жүйесі, методикасы бар ма өзіңіздің? Иә. Жаңағы біз келе жатырмыз ғой. Мен айттым ғой, біздің отбасымыз қазақтың отбасы деген көп заттарды осы жылқылардың үйірінен үйреніп алған. Сондықтан да ұлдарымды тәрбиелеген кезде де сол айғыры тәрбиелегендей болып тәрбиелеймін. Мысалы, Қазақтың сөзі бар. Тай кезінде тапта, құнан кезінде бапта, дөнен кезінде шаппа, бестік кезінде қоста дейді. Енді бір жасар тай жылқы ол 7 жасар баламен бірдей. Бір жас жылқының бір жасы ол адамның 7 жасына сай келеді. Сол бір 10-11 жасқа дейін өз бала ұлыңды тәрбиелейсің, таптайсың деген кезде ұрмайсың, сабамайсың, оны спортқа бересің, білім жағынан қадағалайсың, кестесін. Мысалға менің ұлдарым сағат 7-де үйден шығады, сағат 9:30-да үйге келеді. Сабағын жасайды да ұйықтайды. Оларда басқа бұл өмірде уақыттары жоқ. YouTube қарау, анау мынау оларда уақыт жоқ. Сол уақытын тығыз қылып, бүкіл қазір осы уақытын дұрыстап жинап алсын, уақытты қолданып алсын деп, қазір менің енді балдарым Астана қаласының жүзу чемпионы, ең үздік полузащитник менің екінші ұлым, бірінші ұлым кикбоксер, үшінші ұлым менің ол да кикбокспен айналысады. Сондай жас кезінен 6 айынан бастап жүзуге берген болады. Бір балам менің Ocean Man деген несі бар, сайыс бар, 800 метрге жүзу Қапшығайда. Сонда 3-ші орын алдым. Сондай мен чемпион болуға, бір қойған мақсатқа жетуді үйретемін. Енді жаңа қазақтың сөзіне қайтсақ қайттан. Тай кезінде тапта дейді, осылай таптайын. Сосын құнан кезінде бапта дейді. Бапта үйрету, тәрбиелеу, бағытты көрсету. Осы 12 жасынан бастап, анау 18 жасқа дейін жалғасады. 18 жаста чаппа дейді. Оны жібересің, ол өзінің жан жағындағы құрдастарынан, оның енді артындағы отқан несі бар ғой, тәжірибесі бар ғой, менен алған таптағаннан, сосын баптағаннан тәрбиесі бар ғой, соның барлығын құрдастарынан салыстырмалы түрде немесе бірдеңе ақыл тыңдап, үйреніп, солай құрдастарымен жүреді. 25 жасында сосын барып бәйгеге қосасын. Сондықтан да баламды қалай тәрбиелеген деген кезде, дәл өз айғырымды қалай тәрбиелеймін, дәл солай мен өз баламды тәрбиелеймін. Сала берші, үстіне лақтыра сал. Айкенде өзіңіз ауыл шаруашылық саласының маманысыз, жалпы қазіргі таңдағы табиғи өнімдерге келетін болсақ осы. Иә, біздің Қазақстан енді өзінің табиғи өнімімен әйгілі. Қытайды алсақ та, Еуропа елдерін алсақ та, жақында ғана осы мен өзім осы заң жобаны басқарып, органикалық азық-түлік бойынша заң жобасын шығарғанбыз. Әйтпесе қазір кез келген мекеме органикалық, эко дегенді, табиғи деген таңбаны қоя береді. Соған тыйым салу және де сол үшін айыппұл жаза қарастырдық. Тек қана әдейі сертификатты алған, солар ғана осындай таңбаға ие болуға мүмкіндігі бар деп сондай заң қабылдағанбыз. Ол деген біздің енді тұтынушыларды, біздің қарапайым халық өзім балама табиғи сүт берем, табиғи нан берем десе, ертең ол өзім куә ретінде, куәлік ретінде осы заңды қабылдадық. Енді біздің отандастарымыз толығымен магазин кезде толығымен сене алады. Осы жерде шынымен де табиғи өнім ғой. Сондықтан да
оған қоса біздің енді табиғи өнімдеріміз халықаралық деңгейде де өте жоғары бағаланады. Соны да біз қолдануымыз керекпіз. Себебі енді мысалға Қытайда мен естігенімше былай. Қытайда былай дейді. Моңғолия мен Қазақстаннан келген өнім ең мықты дейді. Себебі ол денсаулыққа әсер етпейді, тек қана таза өнім. Таза, тек қана таза өнім. Себебі енді біздің малдарымызды қараңызшы. Таза шөппен өседі ғой. Ал басқа елдерге қарасаңыз, олар жабық мал қорада, оларға беретін қандай ГМО тағы басқа бәрін салмақ қосса болды олар. Жасанып тұр. Дастархан басында әңгіме айттыңыз ғой, жігіттердің мінезіне қатысты. Осыған мен оралғым келіп отыр. Қазіргі таңда біздің қазақ жігіттерінің мінезіне өзіңіз қандай ой айтатын едіңіз? Ол шынымен мінезден дейді ғой. Біздің Әлихан Бөкейханов атамыздың бір сөзі бар ғой. Халыққа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Осы. Егер де сен сәттілікке оңайлықпен жетсең, ол тәкаппарлыққа алып келеді. Ал егер қиыншылық көріп сәттілікке дейін жетсең, ол мінез құрастырады. Алмаз деген білесіз ғой? Алмаз. Жердің астынан табады тас. Минерал тас дейді. Ол қалай пайда болды білесің бе? Ол не? Ол кәдімгі сутегі. Графит деп айтуға болады. Кәдімгі қалам бар ғой? Қаламның ішінде графит бар ғой? Сол графит пен алмаздың айырмашылығы жоқ. Бірақ қана айырмашылық. 60 000 атмосфер қысымнан кейін осы графит алмазға айналады. Мінез де дәл сондай. Қиыншылық көріп, сәтсіздік көріп, сәтсіздіктің бойына сіңіріп алып, тұрып, құламай, ерінбей, үсті басын қағып, әрі қаратай нәтижеге жеткен адам осылай мінез қалыптасады. Алмаз сияқты. Қанша жел тұрса да сынбау керек. Сынбау керек, иә. Ол сол дәл тек қана желдің кезінде ғана мінез қалыптасады. Жел болмаған кезде мінез қалыптаспайды. Тәкаппарлық қайдан пайда болады? Барлығы оңайлықпен деген кезде. Сондықтан да мен енді үлкен үміттемін. Біздің қазір ел шынымен көп қиыншылық көріп жатыр. Үмітім еліміз мінез қалыптастырып жатқан шығар деп. Осындай бір жақсы тұстары болу керек деп сенемін. Рахмет, шынымен мың өліп мың тірілген қазақ қанша қиын замандарды басынан өткерді ғой. Қазіргі таңдағыда осы сынақтар болып жатқан үлкен мінез қалыптастырып, болашақта өзіңіз сияқты елге жаны ашитын азаматтар көп болсын деп айтқым келеді. Рахмет. Жалпы енді бағанадан бері сұхбаттасып келе жатырмыз. Өзіңіз байқаған шығарсыз, біздің бағдарламамызда шындығына келген кезде ондай бір саяси сұрақтар жоқ, немесе бір қазіргі таңда айтады ғой, хайп дейді ғой, бір хайп жасайтындай, немесе бір біреудің қытығына тиетіндей емес. Біздегі басты мақсатымыз осы салт дәстүр, ұлттық құндылықтарды айтып, соны көрген жастар өздеріне бір жақсы дүние ілсе деген ниет қой. Өзіңізге тағы да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Аттан түспеңіз. Аумин. Аман Қазағымыздың барлығы атқа міну нәсіп етсін. Аумин. Біз сіздің Данагөй, ақсақалды, қарт қария болған шағыңызды көргіміз келеді. Өзіңіздей азаматтар біздің қазаққа керек. Аман болыңыз, жасай беріңіздер. Рахмет. Бірге болсын. Бірге болсын бауырым. Барлығымыз осылай ертең ақсақал болған кезде біздің Қазақстанымыз деп мақтанатын ел болайық. Амин. Сол арманымыз. Рахмет. Өзіңізбен бүгін үзеңгі жолдас болғаным өте қуаныштымын. Үзеңгілес болған. Рахмет. Көп рахмет, қолыңызды алып қойын. Жақсы. Рахмет.